Бүгін біз сүттің қасиетін, пайдасын зерттейміз, иә балалар? Сүт қайдан пайда болады? Сиыр. Ешкіден, дұрыс балалар. Сүттің пайдасы адам ағзасына мол. Сүттен не жасаймыз, балалар? Сүттен не жасаймыз? Қаймақ. Май Жасалынады. Ірімшік, дұрыс балалар. Ал енді бүгін біз балалар сүттен айран жасауға үйренеміз, иә балалар? Сүттен айран адам ағзасына пайдасы мол. Ол сүтті қандай пайдасы бар? Тіске пайда, адамның ағзасына пайдасы көп. Сонымен балалар, мұнда қараңдар. Балалар, қазір біз айран жасаймыз, үйренеміз, иә? Кәне балалар. Қаймақ қосамыз, иә балалар? Ашу үшін ұйытқы болады. Ол бізде ұйытылады. Қаймақ салып ұйытылады. Қант салайық, иә, кішкене қант саламыз, мен қараңдар балалар. Қант саламыз. Абзал, сен салшы, тұз саламыз, кішкене сала ғой. Тұз саласын. Тұз ішіне саласын, сала. Араластырамыз, жақсылап тұрып. Кәне араластырып. Дұрыс. Енді оны балалар үй үшін не істейміз? Оны бетін жауып, жылы жерге қоямыз, е балалар? Жылы жерге қоямыз. Кәне бетін жабамыз. Немен орап жабамыз, кәне. Қай жерге қоямыз оны? Жылы жерге қоямыз, е? Балалар, міне бізде бүгін бір күн тұрып, айранымыз ұйыды, е? Кәне көрейік па ашып? Енді араластырып көреміз, кәне балалар. Қою болды ма? Енді міне балалар, мен сендерге құйып қойдым ұйыған айранымызды. Кәне, дәмін көріңдерші балалар. Дәмді болды ма? Дәмді ме? Айранның қалай жасалғанын зерттеп көрдік қой, иә балалар?